Бүгін көретіндеріңіз, Дариға Назарбаеваның құдасы Қайрат Боранбаев 8 жылға сотталды. Сот залында айыпталушының жақындары неге айқай шығарды? Белгілі кәсіпкердің қандай мүлкі тәркіленбек? Осы аптада Алматы қаласы және Алматы облысы полиция департаментінің экс-басшысы Серік Күдебаев елден қашып кетті. Ол қазір қайда жүр? Күдебаевтың соты неліктен кейінге қалдырылған? Солтүстік Қазақстанда шу шықты. Жағдай неге у шықты? Сепаратистердің елден еншітілеуі қауіпті құбылыс па? Бұған қатысты құқық қорғау органдары не айтады? Алматыда оппозиция өкілдері мен қоғам белсенділері тізе қосып халық парламентін құрды. Жүздеген адам бас қосқан жиыннан не күтеміз? Халық парламентінің талабына билік өкілдері құлақ түре ме? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Аңдатпа айтылар ақпаратты аңғартты. Осы аптада Нұрсұлтан Назарбаев пен құда болған кәсіпкер Қайрат Боранбаев 8 жылға сотталды. Астананың номері 2-ші Сарыарқа аудандық сот залында айыпталушының жақындары ақыра айқайлап, журналистерге залдан шығуды талап етті. Міне бейне жазба. Айта кетейік, Дариға Назарбаеваның бұрынғы құдасы кәсіпкер Қайрат Боранбаев квази мемлекеттік сектордан ірі көлемде ақша жымқырды. Оған қоса өзіне сеніп тапсырылған өзгенің мүлкін иемденді деген айып тағылған еді. Боранбаев соңғы сөзінде Қазақгаз компаниясына келтірілген залалды өтегенін айтып, соттан әділ шешім сұрады. Цитата. Қазақгаз шынымен де зиян келтірді деп есептесе, онда мен тергеу кезінде тапқан табысымды қайтаруға дайынмын. Қазір залал жоқ, ол толық көлемде өтелді. Мен заңды шешім қабылданады деп үміттенемін, деді ол. Құдасының барында құдайдай болған Боранбаевтың сот шешімімен бірнеше мүлкі тәркіленді. Нақтырақ айтсақ, Алматы қаласы Әл-Фараби даңғылы бойындағы үй-жай мен жер учаскесі банк шотындағы 1 миллиард 270 миллион 190 мың теңгесі, екінші банктық шоты бойынша 2 миллиард 847 миллион 877 мың 603 теңгесі мемлекеттің меншігіне қайтарылды. Бұл экс-президенттің кезінде жалғанды жалпағынан басқандардың бірі еді. Түйені жел шайқытса, ешкіні аспаннан ізде деген осағай. Осы аптада Алматы қаласы және Алматы облысы полиция департаментінің экс-басшысы Серік Күдебаев елден қашып кетті. Қаңтар оқиғасынан кейін қызметтегі әрекетсіздік бабы бойынша айыпталып, соты жүріп жатқан Күдебаев кінәсі расталатын сезді ме, шаңғысын майлап, Қазақстандағы бұрынғы әріптестерінің аузын майлап, асығыс емес, жайлап шетелден бірақ шықты. Олай дейтініміз, Күдебаевқа қатысты сот үкімі бұдан 1 ай бұрын шығуы керек еді. Алайда сот бірнеше мәрте кейінге қалдырылды. Осы мерзім ішінде Күдебаевтың өзі де құрқырап жатпады. Блогерлер мен журналистерге әлеуметтік желіде қаңтар оқиғасы кезінде халыққа оқ атпаған ерлігін дәріптетіп, сотқа қысым жасамақ болды. Сот оған қатысты үкім шығаратын уақытын белгілеген. Бірақ өткен аптада Күдебаев жүрегім ауырды деп ауруханаға жатып алды. Одан кейін сотқа мүлдем келмей қойды. Себебін түсіндірген Серікті сот мәжбүрлеу әкелу туралы шешім шығарды. Бірақ кейін белгілі болғандай, осы уақыт аралығында ол елден қашып кету жоспарын жасап, онысын іске асырып үлгерген. Это Қазақстан, детка. Біздегі дерек бойынша Күдебаев алдымен Қырғызстанға, одан кейін Өзбекстан арқылы солтүстік Кипрге ұшып кеткен. Ол неге солтүстік Кипрге кетті дейсіздер ғой? Өйткені Қазақстан мен солтүстік Кипр арасында экстрадицияға қатысты келісімшарт жоқ. Біздің елде заң деген өрмекшінің торы секілді. Әлсіздер тұтылып, әділдер құтылып кетеді. Отырын тауып іс қылғандардың жазасы жеңілдеп кетпейді деп сенеміз. Осы аптада тәуелсіздігіміз үшін аса қауіпті оқиғаға куә болдық. Жатса тұрса көрші елдің етегінен ұстауға ұмтылатын өзге ұлт өкілдері өңештен алды. Еншісін дәметкен баладай елімізден тәуелсіздік сұрады. Жалпы сепаратизм қазақ тілін мүлдем қажет етпей, еліміздің салт дәстүр мен мәдениетіне
менсінбей қарайтын өңірлерде міндетті түрде бой көрсетіп отырады. Бұл өте қауіпті құбылыс. Петропавлдағы сұмдықты баяндайық. Әлеуметтік желіде Петропавлдың бір топ тұрғыны Қазақстаннан тәуелсізбіз деп мәлімдеме жасаған бейне жазба тарады. Тіпті рақымсыз белсенділер халық кеңесі құрылғанын жариялаған. Кейін Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті видеодағы кісілердің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Мұндайда су жаңа депутаттарда қалыс қалмады. Мәжіліс депутаты адвокат Абзал Құспан бастаған бір топ халық қалаулылары Қазақстаннан бөлініп тәуелсіздігін жарияламақ болғандарға байланысты бас прокуратураға хат жолдаған еді. Бөлінуге бейім солтүстік тұрғындары жазаланды ма, қатесін түсінді ме дейсіздер ғой? Біз айтайық. Бейне жазбадағы кейіпкерлер ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жасады. Олар өз әрекеттері мен мәлімдемелеріне түсініктеме беріп, мемлекет басшысынан барлық әлеуметтік желілерді бақылауға алуды және қолдау көрсетуді сұрады. Сөздеріне сенер болсақ, халық мәлімдемені дұрыс түсінбеген. Оппозиционерлер бұл мүмкіндікті өз мақсаттарына пайдаланған екен. Сондай-ақ белсенділер өздеріне және олардың жақындарына қауіп төніп тұрғанын жеткізіп, Тоқаевтан араша түсуді сұрады. Кейінгі мәлімет бойынша Петропавлдағы сепаратизмді насихаттаушылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің назарына іліккен. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде жедел тергеу іс-шаралары тағайындалды. Қазақстанның солтүстігіне отау тіккен отандастарға біз айтайық. Қазақ тілінің қорғаушысы да, қамқоршысы да сіздер. Қазақша сөйлесіңіздер, балаларға қазақша үйретіңіздер, қазақ тілін насихаттаңыздар. Өйткені егемендіктің есігі тұғырлы тіліміз. Есігімізді арам пиғылды дұшпандарға ашып беріп жүрмейік. Бірінші сәуір күні халық парламентінің алғашқы отырысы өтті. Оның құрамында Мұхтар Тайжан, Рысбек Сәрсенбай, Арман Шораев, Лұқпан Ахмедияров, Думан Мұхаммедкәрім сынды аты машһүр азаматтар бар. 24 наурыз күні сайлау қорытындысына келіспеген бір топ қоғам белсенділері билікке талап қойып, журналист Рысбек Сәрсенбайұлы халық парламенті құрылғанын мәлімдеген еді. Алматыда өткен жиын бұл әңгіменің аяқсыз қалмағанын, көсіле, шешіле сөйлеген азаматтардың ел алдында жауапкершілігі бар екенін көрсетті. Көпшілік парламентті білеміз ғой, халық парламенті деген не деп отырған бұлар? Ендеше айтайық. Пока мы будем правильно, долго устанавливать власть, такие вещи, как Жусанбанк и все активы Назарбаева уйдут и осядут за границей. То есть одна из первейших задач должна быть вот это. То есть ее надо параллельно. Рысбек Сәрсенбай халық парламентінің негізгі міндеттерін атап өтті. Олардың ішінде Назарбаев пен оның әулетінің жымқырған қаржыларын, кәсіпорындарын мемлекет меншігіне қайтару, қылмыстық жауапкершілікке тартқызу, сайлаудағы заң бұзушылықтар, қаңтар оқиғасына байланысты құрылған комиссияға қолдау көрсету, президент билігін шектеп, парламенттің құзыретін арттыратын, адам құқығы қорғалатын жаңа конституция жобасын дайындау, сенатты тарқатып, мәжіліс депутаттарының санын көбейту, президенттік жүйеден парламенттік жүйеге көшіру туралы ұсыныстар бар. Халық парламентінің алғашқы отырысының қарарында сайлау нәтижесін жойып, жаңа сайлау өткізуге үндеді. Солтүстік Қазақстан облысында 20 шақты адамның жиналып, үй ішінен үй тіккендерін еске салды. Сондай-ақ сепаратистік мәлімдемелердің жолын кесу керек деп мәлімдеп, жауапты адамдардың тиімді әрекет етпей отырғанын баса айтты. Сын айтылған жерде өсу мен даму болады. Ел билігін сынға алып, ескерту айтып жүретін қоғам белсенділері тізе қосып әрекет етуге кірісті. Мұнда айтылған мәселелерді шенді шекпенді ағаларымыз ескереді деген ойдамыз. Ардақтаған құрметті көрермен, біз аптадағы айшықты ақпаратты айттық. Осымен Бағдардың осы аптадағы кезекті саны тәмам. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жақсылық Зейнешев.
жақсылықта жолыққанша ағайын.